өлімнен қорқып өмір сүретін адам ешқашан ештеңе істей алмайды дейді. Өлім біздің тәніміз үшін соңғы кезең емес. Оны жай ғана клиникалық өлім деп атайды. Ал біз адамды өлді деп шорт кесіп айта саламыз. Бірақ адам ішіндегі жасушалар басқа мақсатта өмір сүруін жалғастыра береді. Бұл жерде ешқандай тылсым бір құдіретті бір ештеңе жатқан жоқ. Бұл жерде жай ғана ғылым жатыр. Біздер жер бетін зираттармен толтырып жібереміз. Зираттардың саны тірі адамдардың санынан көбейіп кететін жайлы ешкім ойлаған жоқ. Өлім сөзін естіген кезде неге денемізді қорқынышты орайды? Бір сөз есіме түсіп тұр. Өлімнен қорқып өмір сүретін адам ешқашан ештеңе істей алмайды дейді. Бүгінгі таңда өлім тақырыбын қозғауға қорқамыз. Өлім жайлы естігенде біреулер шоқынады, біреулер тфай деп стенаны болмашы ағаш тұрады, біреулер сақтасын деп айтып жатады. Бірақ өлім біздің тәніміз үшін соңғы кезең емес. Бұл тақырып сіздерге қорқынышты ауыр болуы мүмкін, бірақ сіздер ғылыми көзқараспен жеңіл қаруларыңызды сұраймыз. Ендеше жүрек соғысының тоқтауы соңғы кезең емес дейсіз ғой? Иә. Уақыт өте келе біз жүрек, өкпе реанимациясын жасауды үйрендік. Қысқаша айтқанда, жүрек пен өкпе жұмыс тоқтаған уақытта жасанды жолмен адамды аман алып қала аламыз. Бүгінде медицина, ғылым ондай деңгейге жетті. Мысалы, экрандағы тік сызық ол өлімнің финалын білдірмейді, яғни финалдық кезеңін білдірмейді. Оны жай ғана клиникалық өлім деп атайды ғалымдар. Және оны болдырмауға да болады. Мысалы, кейбір елдерде адамдар өлімнің кезеңдерін өздері таңдай алады. Біреулер жүрек ауруымен түскен кезде реанимацияға науқастанып, жүрегің тоқтаған уақытта ары қарай көмек көрсетпеуін сұрайды, яғни табиғи өлім келеді деген сияқты. Дәрігерлер адамдар жүрек, бауыр немесе басқа да ауыр жарақаттардан аман алып қала береді. Себебі осыдан 50 жыл бұрын ғалымдар өлімнің соңғы кезегін мидың өлуі деп нүктесін қойған. Өлімнің соңғы кезегін мидың өлуі деп нүктесін қойған. Жаңа сіз адам өлгеннен кейін жағымсыз иіс шығып шірей бастайды дейсіз ғой. Қандай процестердің арқасында жүреді? Адам өлді деп шешім қабылдаған сәтте адамның денесінің бір жартысы өмір сүріп жата береді. Себебі денеде 37 триллион жасуша болғанымен тағы да 30 триллион бөгде жасушалар бар. Сіздің организм өмір сүруін доғарса, иммунитет жұмыс жасауын тоқтатады. Бактериялар, микробтар 2 есе қарқынмен көбейеді. Организмді соғыссыз 3 күннің ішінде жаулап алады. Бірінші адамның қаны күкіртпен араласып, дене жасылдана бастайды. Екіншіден дене ісіне бастайды. Осы процесте өтеді. Адам өлді. Денесін микробтар, бактериялар жаулап алды. Ары қарай шіруіне жәндіктер көмектеседі. Жәндіктер 16 шақырымнан өлімнің өлікті сезе алады. Өлген денеге әр жәндіктердің келу мерзімі бар. Мысалы, бірінші өлікпен кездесетін, бірінші өлікпен қоректенетін шыбын түрлері келіп құрттатып кетеді денені. Құрттатқаны соншалық өлі дененің температурасы 20 градусқа көтеріледі. Бір аптаның ішінде құрттар дененің 60%-ын жеп қояды. 3 айдан кейін қоңыздар келіп дененің қалған қатты бөліктермен қоректенеді. Ал жарты жылдан кейін өрмекші тәріздестер келіп, көбейліктер келіп қоректене бастайды. Адам миының жұмысын тоқтатқанын қалай білсек болады? Кейбір елдерде адамның миы өлді деген уақытта мидың бір бөлігі бар, ми жүйесі деген. Соны тексереді бірінші. Мидың ол бөлігі біздің автопилотымыз, бүкіл жүйке жүйеміздің жұмысына жауапты. Жүрек соғысы, тыныс алуы, ес сақтауына жауап береді. Ми жүйесі жарақаттанса, адам ешқашан оянбайды. Жақсы, ажал келді дейік. Ары қарай не болады? Бірінші сағаттарда өлі адамның денесі тірі адамның денесіне ешқандай айырмашылық болмайды. Адамның денесі әр сағат сайын 1 градусқа төмендегендіктен көгере бастайды. Ең қызығы адамның жасушаларындағы процесс. Адамның денесінде жасушалар жұмысы тоқтағандықтан дененің шыру процесі басталып кетеді. Ал біз адамды өлді деп шорт кесіп айта саламыз. Бірақ адам ішіндегі жасушалар басқа мақсатта өмір сүруін жалғастыра береді. Білесіз бе?
сіздің ішіңізде химиялық қару жатқан. Олар бауыр, өт, ұйқы безі. Сіз тірі кезде осы мүшелер қышқылдар бөледі. Соның арқасында ауыр тамақтарды қорытады, яғни асқазанға түскен ауыр тамақтарды қорытады. Сол қышқылдарды ұстап тұратын процесс тоқтағандықтан қышқылдар адам денесін шіріте бастайды. Сондықтан да өлі адамның денесінен жағымсыз иіс шығады. Себебі осында жағымсыз иіс шығуының. Дұрыс айтасыз, жаңа құрттар келеді, әр құрттың өзінің келетін мерзімі бар. Сол арқылы криминалистер адамның қай уақытта өлгенін, қандай салдардан өлгенін, немесе өлгеніне қанша уақыт болғанын бәрін анықтай алады. Осы соңғы кезеңде адамның денесі экожүйеге айналады. Бір жәндіктер шіріген етпен қоректенуге келеді. Екіншісі бірінші келгендермен қоректенеді, яғни бірінші келген жәндіктермен қоректенеді. Үшіншілері жаңбырдан қорғану үшін өлікті паналайды. Бір сөзбен айтқанда адамның өлік денесі шведский столға, яғни шведтік столға айналып кетеді. Ал сол шведтік столдың нүктесін қоятын жәндіктердің түрі терімен қоректенетін қоңыздар. Өлі дененің сүйектерін мінсіз қылып тазалап кетеді. Адамның денесінің шіру процесінің географиялық мекеніне байланысты. Мысалы, 50 жылдың ішінде ызғарлы жерде жерленсе, адамның денесі жиналған майлар бар ғой, балауызға айналып кетеді. Ал егер құрғақ жерлерде, суық ыстық жерлерде жерленетін болса, адам денесі мумияға айналады. Яғни мысалы фараондарды мысалға алып келтіруге болады да. Себебі денедегі сулар буланып құрғап кетеді. Ал мына қазір тауып жатқан динозаврлардың немесе мамонттардың сақталып қалған денелерін тапқан кезде олар сонда ненің салдарына байланысты жақсы сақталып қалған? Мамонттар жақында ғана мысалы Сібірден табылған мамонт. Мұзда қатып қалғандықтан, одан күнде өткен жоқ, ауада кірмегендіктен, ол сол таза күйінде сақталып қалған. Мумия да тура сондай. Мысалы Лениннің мавзолейін мысалы бальзамды қолдану арқылы химиялық денесін қалай сақтаған. Не үшін оның денесі сақталып қалды? Неше түрлі дәрі-дәрмекпен, химиялық заттар, элементтермен. Өйткені Лениннің денесіне шыбын-шіркейлер, жәндіктер жақындамайды, сол емес па? Оған ауа өтпейді. Сондықтан дене сол күйі сақталады. Бұл жерде ешқандай тылсым бір құдіретті бір ештеңе жатқан жоқ. Бұл жерде жай ғана ғылым жатыр. Тағы бір неге тоқталып өтейін, адамның жерленгеннен кейін көп мөлшерде азот бөле бастайды. Соның салдарынан өсімдіктер шірейді, яғни тіршілігін тоқтатады. Бір жылдан соң азоттың мөлшері азайғаннан кейін өсімдіктер 2 есе қарқынмен өседі. Кейбіреулер өздерінің денесін ғылымға зерттеуге қалдырып жатады. Ғалымдар денені 20 бөлікке бөліп, әрқайсысының суреті арқылы адам денесін атласын құрады. Ал өнер жолындағы адамдар өздерінің денесін өлі адамдар мұражайына береді. Оны зерттеп қарасаңыздар болады, өлі адамдар мұражайы жайлы. Енді мен мысалы өзім болашақта ойлап отырмын. Өзімнің денемді жердің астына шіріп ешкімге пайдасы болып жатқанша сол ғылымға тапсырсам, адамзатқа бір пайдасы тию үшін деп ойлап отырмын. Мысалы сіз денеңізді ғылымға берейін деп жатырсыз. Біздің қоғам оған дайын ба? Бізді қазіргі адамдардың бәрі мұсылманша жерлесе ме екен? Дұрыс деп ойлайсыз ба? Әлде бүкіл адамдар денелерін ғылымға бергені дұрыс деп ойлайсыз ба? Мынандай факт келтіріп өтейін. Жылына әлемде 58 миллион адам ажал құшады екен. Соның басым бөлігі жердің қойнауына тапсырылады, яғни жібереді екен. Ал біз болжамаған үлкен мәселеге алып келіп соғуы мүмкін. Біздер жер бетін зираттармен толтырып жібереміз. Зираттардың саны тірі адамдардың санынан көбейіп кететін жайлы ешкім ойлаған жоқ. Варианттар қарастырып көрейік. Мысалы, Бразилияда 25 квадрат метрге 1480 адамды сыйдырады екен. 12 қабатты зират бар, яғни қабат-қабатқа адамдарды зиратпен толтырады. Мысалы, жапондықтар жер жетіспеуіне байланысты және қымбаттығына да байланысты денені өртеп күл ретінде сақтайды. Ал Европада жерленген адамға 25 жыл өткеннен кейін салық төленеді. Өте қымбат салық. Егер төленмеген жағдайда жер тартып алынады, басқа мәйітке беріледі. Ал бізде қарасаңыз қоғамның тапқа бөлінетін соншалықты ол тірі адам емес, өлі адамдардың зиратынан байқауға болады. Әртүрлі зираттар ғимарат салып береді, біреулер ешқандай қоршауға да күш жетпейді. Жақсы, бұл бөлек әңгіме. Жерлік десек әлемде зиратта толып кетеді дедік. Ал өртейік десек атмосфераны ластаймыз, оны білесіз. Яғни атмосфераға көмірқышқыл газы бөлінеді, бұл атмосфераны бүлдіреді. Жақсы әдіс бар, ресомация деген. 50 жылда шірейтін денені қышқылдар арқылы 3 сағатта қысқартуға болады. Ақырында сүйектер ғана қалады,
оны ұнтақтап отбасына бересіз. Бірақ сізге ең тиімді тәсіл айтайын, австралиялықтардың тәсілі бар. Адамды орманға жерлейді. Өлілер орман деген жер бар, ол жерде адамды ешқандай табытсыз, кебінсіз, киімсіз жердің астына жерлеп, сол орманға, ал адамнан бөлінген элементтер, химиялық элементтер, білесіз, ағашты жасылдандыратын. Олардың түсінігі бойынша табиғаттан адам алды, табиғатқа адам қайттан өзінің элементтерін беру керек. Яғни 2 жылдың ішінде қайттан адам табиғатқа қайтарады. Ондай да тәсіл бар. Өте философиялық тәсіл екен. Бірақ шешім өзіңізде. Өлім тақырыбы біз үшін айтуға тыйым салатын тақырып болмау керек. Өлім тақырыбы біз үшін айтуға тыйым салатын тақырып болмау керек. Қорқынышты тақырып болмау керек. Өлім деген жай ғана біздің өміріміздің бір кезеңі. Ол жайлы сабырлы күйде балаларға түсінікті тілмен жеткізе білуіміз керек. Біз сіздерге негізі толық ақпаратты беріп отырған жоқпыз, өздеріңіз іздену үшін. Бір сөз бар ғой. Адам дейді, кез келген уақытта аурудан, кез келген оқиғадан, өмірден өтіп кетуі мүмкін дейді. Алайда өмір сүргесін өміріңді асқақ армандарға арнаған жөн.